Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез әрі дәмді жасалатын салаттың видео рецептісімен бөлісетін боламын. Қонақ келіп қалған жағдайда кешкі асқа жасап жесеңіздер, түскі асқа жасап жеуге өте керемет, дәмді, жеңіл әрі тез тойымды салаттардың бір түрі. Және де осындай банкідегі жарты банкі тәтті жүгерімізді қосамыз. Осылай огурцыйымызды қосамыз. Огурцыйды жақсылап соломка етіп, ұзынша етіп турап алыңыздар. Ұзынша етіп. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Ұзынша етіп тураңыздар, сол кезде әдемі көрінеді көзге. Қонақ келіп қалған жағдайда тез жасап жегенге өте керемет салат. Және де осындай 5 штук краб. Осылай жақсылап ұзынша етіп, әдемілеп жақсылап крабты да жұқалап, әдемілеп турап алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, дәмді салат жасап жеңіздер. Және де айта кетейін, менің каналымда қолжетімді заттардан жасалатын дәмді тағам, кешкі ас, түскі ас түрлері бар. Және де плейлист бар, сол жерден керекті видео рецептілерді алсаңыздар болады. Духовкасыз пісетін кекс, дәмді әдемі болып пісетін жасалатын компоттың видео рецептілері бар. Және де енді крабты ұзынша етіп әдемілеп турап алғаннан кейін осылай 3 жұмыртқамызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп жақсылап ұзынша етіп жұқалап турап аласыздар. Осылай жақсылап турап алыңыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне салатымыз дайын болды. Енді керекті мөлшерде тұзымызды сеуіп, кішкене ғана тұз себелейсіздер. Кішкене ғана тұзымызды сеуіп, жақсылап бір араластырып алып, осылай майонезімізді қосып, жақсылап бір араластырып алыңыздар. Және де керекті мөлшерде майонезімізді қосып, жақсылап араластырып, тарелкаға ұсына берсеңіздер болады. Өздеріңіз кешкісін жасап жегенге тез әрі дәмді салат түрі болып саналады. Қонақ келіп қалған жағдайда да жасап жесеңіздер, өте керемет салат. Достар, осы салат түрін жасап жеуге кеңес беремін. Дәмді әрі тез, қонақ келіп қалған жағдайда кешкі асқа өте дәмді салаттардың бірі болып саналады. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, комментарий жаза кетіңіздер. Видео ұнаса, осы салат түрі ұнаса, және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, достар.